Алтын Орданың құрылуына 755 жыл толып отыр. Бұл Еуразия тарихындағы аса маңызды кезең, Шыңғыс хан империясының ыдырауынан кейін қалыптасқан қуатты мемлекет. Оның аумағы шығыс Еуропаның кең жазықтарын, қазіргі Ресейдің оңтүстік бөлігін, Қазақстанның батысы мен орталығын қамтыды. Алтын Орда көшпелі және отырықшы мәдениеттердің тоғысқан жері, сауда жолдарының торабы болды. Бұл мемлекеттің құрылуы Бату ханның есімімен тығыз байланысты. Ол Шыңғыс ханның немересі ретінде 1236-1242 жылдар аралығында шығыс Еуропаға жорық жасап, орыс князьдіктерін бағындырды. Осы жорықтардың нәтижесінде жошы ұлысының негізінде Алтын Орда мемлекеті құрылды. Сарай Бату қаласы оның алғашқы астанасы болды. Алтын Орданың саяси құрылымы әскери-феодалдық сипатта болды. Хан мемлекеттің жоғарғы билеушісі, оның қолында шексіз билік болды. Ханның жанында кеңесшілер мен уәзірлер болған, бірақ соңғы шешімді хан қабылдады. Ұлысбектер мен әмірлер жергілікті басқаруды жүзеге асырды. Алтын Орданың әскери күші өте қуатты болды, оның негізін көшпелі жауынгерлер құрады. Алтын Орда хандарының үлкен тізімі. Сайын Бату ханның әулетінің билік құруы. Сайын Бату хан, Жошы ханның екінші ұлы. Сартақ хан, Бату ханның ұлы. Ұлақшы хан, Сартақ ханның ұлы. Берке хан, Жошының үшінші ұлы, Батудың інісі. Мөңке Темір хан, Берке ханның жиені. Туда Мөңке хан, Бату ханның немересі. Төлебұқа хан. Тоқта хан, Тоқтай, Тоқтағу, Мөңке Темірдің немересі. Өзбек хан, Мөңке Темірдің баласы Тоғырылдың ұлы. Тыныбек, Исанбек, Өзбек ханның ұлы. Жінібек хан, Өзбек ханның ұлы. Бердібек хан, Жінібек ханның ұлы. Осы жерден Бату уәлиетінің билігі тымам болады. Алтын Орданың тарихы көшпелілер мен отырықшылардың, түркілер мен славяндардың, мұсылмандар мен христиандардың қарым-қатынастарының күрделі тарихы. Ол өз ізімен өшпес мұра қалдырды.